бір күн мынау құндылық шаңырағының адалдық әлеміне келген құрметті ата-аналар, мектеп ұстаздары, сынып оқушылары, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы адалдық асыл қасиет деп аталады. Енді бұл шаңырақтың астында адалдық әлемінде мейірімге толы күннің шуағы бар. Мейірімге толы ақыл өнеге өсиет бар. Сол қасиетті асыл дүниелерді өз бойыңызға дарытамын десеңіздер, онда сыныптың оқушылары ортаға келіңіздер. Жұптарыңызбен тұрыңыздар, жұптарыңызбен. Енді оны ғұлама Фалестің мынандай бір сөзі бар, балалар. Тез жылдамыздар. Жұппен тұра қалыңдар, жұппен. Жұп болып тұрыңдар. Жұп. Ұлы ғұлама Фалестің мынандай бір сөзі бар, балалар. Дүниедегі ең үлкен нәрсе кеңістік дейді. Дүниедегі ең жүйрік нәрсе ол сіздің ойыңыз дейді. Дүниедегі ең құнды нәрсе ол сіздің алтын уақытыңыз дейді. Дүниедегі ең оңай нәрсе ол біреуге ақыл айту екен. Ал ең қиыны өзіңді өзің тану екен. Енді осы адалдық әлемінде сіз өзіңізді қалай таныта аласыз? Сынып оқушылары, сендермен мен қазір өздеріңізді таныту үшін өздеріңіздің көңіл күйіңізбен мен ғажап адаммын деген тренингіден бастағым келіп тұр. Бастайық та? Сіздер білесіздер ме, мен ғажайып адаммын. Менің ғажайыптылығым адалдығымда. Білесіздер ме, мен ерекше адаммын. Менің ерекшелігім, мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Сіздер білесіздер ме, мен керемет адаммын. Менің кереметтілігім шындық айтқанымда. Сіздер білесіздер ме, мен жомарт адаммын. Менің жомарттылығым, мен сіздерден еш нәрсемді аямаймын. Білесіздер ме, мен де кемел адаммын. Менің кемелділігім ерекшелігімде. Сіздер білесіздер ме, мен білімді адаммын. Менің білімділігім менің ақылдылығымда. Сіздер білесіздер ме, мен адал адаммын. Менің адалдығым жауапкершілігімде. Сіздер білесіздер ме, мен де адал адаммын. Менің адалдығым сүйіспеншілігімде. Сіздер білесіздер ме, мен ақкөңіл адаммын. Менің ақкөңілділігім менің мейірімділігімде. Білесіз бе, мен керемет адаммын. Менің кереметтілігім менің мейірімділігімде. Мен керемет адам. Сіздер білесіздер ме, мен керемет адаммын. Менің кереметтігім сендердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Отыра қойыңыз. Жақсы балалар, өте жақсы. Сіздер өздеріңіздің күнделікті сабақ оқу процесінде, өзіңіздің күнделікті іс-әрекетіңізде, жүрісіңізде, тұрысыңызда жалпы мынадай алдыңызға мақсат қоясыз ба? Күнделікті іс-әрекетте өзіңізге қандай мақсат, міндеттер қоясыз? Жауап беріңізші. Мақсатсыз адам алысқа бара алмайды. Күнделікті іс-әрекетімізде әрқашан мақсат болу керек. Егер бақытты өмір сүргіңіз келетін болса, мақсатқа тәуелділік болу керек. Мысалы, менің күнделікті іс-әрекетім таңертең ерте тұрамын және мектеп формамды киіп, білімге деген құштарлықпен мектепке барамын. Өте жақсы. Жақсы. Әркімге мысалға берген уәдесі бар да. Мысалға сіз ұстазға уәде бересіз, ата-анаға уәде бересіз да. Осы уәде берудің маңызы қандай? Маңызы неде? Уәде берудің маңызы біз берген уәдеге оған берік болу керекпіз және ол уәдені орындай алатынымызға сенімді болу керекпіз. Сенімді болмасақ, біз ол уәдені істей алмаймыз. Өте жақсы. Енді әркімнің өз міндеті бар да. Сол міндетті орындаудың маңызы қандай? Не үшін маңызды міндетті орындау? Айта ғой. Өзіңе тапсырылған міндетті жұмысты орындау ол сенің азаматтық борышың болып қала береді. Ол азамат үшін үлкен жауапкершілік. Маңыздылығы сол, өз-өзіңе берілген міндетті жұмысты мүлтіксіз орындасаң, сонда ғана жұмысыңа адалдығың айқын көрінеді. Жақсы. Келесі Данияр. Енді біз айтып жатырмыз, адалдық әлемінде біздің өзіміздің күнделікті іс-әрекетімізді, өзіміздің еңбектенуіміз, біздің ақыл ойымыз, сол негізде іс-әрекетке қадам басуымыз, осы дүниелердің бәрі адалдық әлеміне келтіріледі дедік. Енді осы адалдық әлемінде тек қана адалдық дүниесі емес, онда парасаттылық та бар, онда сенім де бар, онда тікелей десеңіз әділдік те бар. Енді осы әділдіктің негізін, мысалы қазақтың даласын зерттеген көптеген саяхатшылар болды да. Осы саяхатшыларды алып қарайтын болсаңдар, немесе басқа өңірден келген осы қазақтың салт дәстүріне қызыққан, қазақтың әдет-ғұрпына қызыққан мысалы ғұламалар болды да. Сол ғұламалардың өздерінің пікірінше, ойынша дала қазақтары үшін бір заңдылық, адалдық дегеннің дүниесі болды ма? Қалай білесіңдер? Қандай заңдылықтардың негізі болды? Өзінде негізгі 3 заңдылық болды. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің 7 жарғысы. Қасым ханның қасқа жолы қазақ хандығының өзінің заңдары болды. Оның 5 түрі болды. Және Есім хан хандық құрғанға шейін
хандық құрғаннан кейін Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы деген жаңа атқа ие болды. Және одан кейін қалмақтар шабуыл жасап, оған тағы да 2 заң қосылды. Және оны жаңа атпен Әз Тәукенің жеті жарғысы деп атады. Қараңыздар, керемет балдар да. Сіздер тарихтан да білесіздер ғой. Мысалға, даланың 7 жарғысы деп отырған жаңағы Әз Тәукенің 7 жарғысы деп отырғандағысы, ол дала заңы. Осы қазақтар дала заңына қалай икемді болды? Әрқайсының мысалға мүлік заңы мысалға да, мал заңы, әр тірлігіндегі қандай дүниені алып қайтып болсаңыздар да, соның бір адалдық негізіндегі заңдылықтар болған. Ал енді қазіргі кездегі біздің сол заңдылық дала қазақтарының заңы қазіргі кезде не? Біздің негізгі конституциямыз. Солай ма? Жақсы, ары кеттік. Енді қараңыз. Адалдық дүниесіне келген сәтте біз айттық жаңа өзіміздің күнделіктегі іс-әрекетіміз деп айттық та. Ал енді өздерің оқыған Абайға келген сәтте, Абай былай деп айтады. Алдар қоспай, адал еңбегін сатқан, қолы өнерлі қазақтың әулиесі сол дейді. Қараңыз да, Абай өзінің қара сөздерінде осылай деп айтады. Тіпті керек десеңіз, Абайдың өзінің күнделікті өлеңдерінде қолданып жүрген еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей деген өлең шумақтарының негізі тіпті қазіргі кезде ол мақалдар негізіне қарай кетіп қалды, қараңыз да. Сондықтан мақал негізінде біз қолдана аламыз. Енді қараңыз. Ал шәкәрімді алып қарайтын болсаңыз, шәкәрім дегеннің өзінің өмірбаяндық деректерімен танысатын болсаңдар, ол адамдардың ортасында ар ілімі болу керек дейді. Сол ар ілімі негізінде мынадай 3 ождан деп аталатын кәдімгі философиялық трактатын жазды, қараңыз. Өзі дәптердің көлемін дейді, бірақ осы дүниенің ішінде бұл жерде мысалға мейірім дегеніміз не, ынсап дегеніміз не, ар ождан дегеніміз не, адалдық дегеніміз не, осы кітапшаның ішінде түгелдей түсіндіріледі. Сонда адамның санасына келетін асыл дүниелердің бәрі сіздің сана сезіміңіз арқылы ойыңызда сараланып шығады да, сол құндылықтардың негізі сіздің ойыңызға қалыптасады. Сонда сіз өзіңіздің жеке тұлға екендігіңізді таныта аласыздар. Енді қараңыз, мен қазір сіздердің алдарыңызға өздеріңіздің оқыған кітаптарыңызды қойдым да, ол сіздің негізгі ресурстарыңыз. Егер мысалға мен ұмытып қалдым, қарап аламын дейтін болсаңыздар, мына ресурстарды алып пайдалансаңыздар болады. Тап қазір. Өзіңіздің қажетті кітаптардан алыңыз, Жақсы, енді жаңа өздерің айттыңдар ғой, мен білімді адаммын, мен ғажап адаммын, мен керемет адаммын дедік те. Мен ана жерде отырған, мысалы, сіздер тыңдап отырған қонақтардың өзі былай деді, кереметтігі қайда екен, көрейікші кәне дейді. Енді сендерге мен мынадай топқа тапсырмалар бердім деп тұрды. Бұл тапсырманың негізі топпен ұмытылады. Тіпті керек десеңіз, көрші топтардың негізінде бір-біріңізге қосып алсаңыздар да болады. Қараңыздар да. Мысалы, сіз бірлесу негізінде адалдықтың негізгі нышанын, шаңырағын құрамын деп айттыңыз да. Сіз бар ғой да, Абайдың толық адам идеясына байланысты өздерің ойларыңызды топтастырып қараңдаршы. Толық адам проблемасы да. Енді жаңа білдіңіз, шәкәрімнің ар ілімі бар деген тұрмыз да. Ар ілімінің негізі қандай? Топтастырып көріңдерші. Ал енді сендер бар ғой, мынау біздің Жаңаөзен қаласы да. Осы Жаңаөзен қаласына сіздер оқуды бітіріп келдіңіздер деп есептейік те. Немесе мысалы сіз болашақ қаланы тұрғызатын жастарсыздар. Енді сіз өзіңіз қандай идеялармен адалдықтың алаңын жасар едіңіз? Қараңыз да. Ал сіздер болатын болсаңыз, өзіңіз айтып отырсыз жаңада көркем әдебиеттердің біз түп түйінін бәрін ақтарып оқимыз деп отырсыздар да. Сол оққан көркем әдебиетіңіздің кейіпкерін осыған сыйлап отырып, адалдық әлемінде олармен табысып кездесіп көріңдерші. Қалай болар екен? Мә, осы мен сіздерге стикер беремін. Жылдам жазып. Қараңыздар да, енді мысалға ойларыңызды жинақтай беріңіз, мен сіздерге алаңдатпаймын. Мысалға, айтсақ та бар, әдебиетші Ілияс Есенберлиннің осындай бір тамаша ойын келтіре аламыз. Енді бірде былай деп айтады, ата-ананың үмітісіңдер. Ата-ана, сіздер сол ата-ананың қайталанбас тұлғасысыңдар. Ал тіпті Мағжанның өзі жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең биік белгісі деп көрсетеді. Абайдың толық адам идеясы. Келіңіз. Топтан қосылатындар да болады, еркіндік. Мен мына топта қосылам, мен мына топта қосылам. Толық адам идеясына осындай плакат жасадық. Абай бүгінгі біздің тақырыбымыз адалдық. Абайдың адалдық туралы 30-шы қара сөзінде жазылған. Қысқаша айтып берсем, егерде мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол. Осы бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуелі болысымнен олысымды асырайын деп, артық ісмерлер іздеп, жүріп, іздеп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп түзен өнер іздемейді. Алайда
түзден өнер іздемейді. Осы қазақтардың баяғы осы қолындағы аз-мұзына мақтанып, баяғы қазақтардың талапсыздығына тартып, осылай жатып алады. Дұрыс. Қазақтың жалқаулығына жанашып жатыр ғой болыстар ма? Жассыздық дегеннің өзіне еңбекқорлық емес, еңбекке кереғар болыс. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласын нақты міндеттерді жазған. Оның ішінде Абайдың толық адам атты мақаласы да бар. Оның айтуы бойынша ол толық атты мақаланы біз қайта зерттеуіміз керек деп ғалымдардың басты мақсаты қойып қойды. Толық адам атты концепция ол мемлекетіміздің әртүрлі салаларын білім беру және басқару мәселелерін және бизнес пен отбасы институттарына басты мақсат болады деп айтты. Абай атамыз толық адам болуды былай дейді. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ, жарымесі жақсы деген. Шынында ақыл қайрат жүректі бірдей ұстап білген адам ғана нәпсімен күресе алады. Ұлы данышпан Абай атамыз Жүсіп Баласағұнның кемел адам идеясын қолдап, толық адам проблемасы идеясын ұсынады. Абай Құнанбаев атамыз өзінің 17-ші қара сөзінде былай деп айтқан: бір күні қайрат, ақыл, жүрек үшеуі таласып сөзге келмей, әрқайсысы өзін мықты санап, ғылымға келіп жүгінеді. Ғылым үшеуін жақсылап тыңдап болған соң, оларға үшеуінің басымды қоспақ менің ісім. Бірақ іштерімен билікке, әмірлікке лайықты тек жүрек. Мен үшеуін қас болсаң, мен жүректі билеттім дейді де. Сонда жүрек адамның денесінің патшасы да. Енді қараңыз да, айтып отқан ойларыңыз, идеяларыңыз өте дұрыс да. Енді осы қара сөздеріндегі негізгі ой Абайдың өлеңдерінде өріліп жатыр ғой балалар. Ақыл мен қайрат жолда бар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жаңасар туғанға. Бастапқы екеуі соңғысыз біте қалса қазаққа, алдың жалын артың мұз, бара бердің қай жаққа дейді қараңыздар да. Міне ақыл қайраттың негізін ұстанып жатыр да, бірақ енді соңғы екеуі жоқ болса сен қайда барасың дейді қараңыздар да. Бәрібір сіздің мейірім құшағына бөлейтінде, адалдық әлеміне әкелетінде осы құнды дүниелердің бәрі адамның өз бойында қалыптастыру керек екен. Солай ма? Өте жақсы. Отыра қойыңыздар. Келесі шәкәрім идеясы қандай? Шәкәрім. Балдар, қысқа ойларыңды айтыңыздар. Шәкәрім атамыздың асыл ойлары адалдық, әділдік, ынсап, әділет, мейірім сияқты қасиеттерді кірлетпеуге негізделген. Ол жастарды білімдіден ғибрат алуға, ақылмен ойлап ісі әрекет қылуға шақырады. Оның құлқының құлы болмай, адалдық борышың, арышың қызмет ет деген сөздері бар. Ол бұл сөздерімен қоса адалдық борышың атты өлеңінде жазады. Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың адалдық борышың өлеңі. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін. Нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін деп Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыз айтып кеткен. Шәкәрім атамыз әлем кітапханаларында ақыл қазынасымен танысқан. Ел қамын ойлап, артына өлместей мұра қалдырған. Оның мынандай бір сөздері бар: анық бақыт, кірсіз ақыл, мінсіз сөз, адал еңбек. Ақылысы қандай дегенге білу наны оңату деп көрсетеді. Шәкәрім Құдайберген атамыздың тағы мынандай сөзі бар: ең зиянды адам ол мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам деп айтып кеткен. Екі сөйлейтін болмау керек екен. Жігітте екі сөйлеу болмау керек екен, иә. Және біздің Шәкәрім атамыз былай айтқан: жүрегі таза адам қиянатқа бармайды деген. Және оның пікірі мен қорытындысы осылай болған: адамдық борышың ар үшін, барша адамға қан үшін серт қылған еңбек етемін деп Жалпы өзінің ісіне адалдық, сертке, беріктік, уәдені өз уақытында орындауды, осы іс-әрекеттердің негізін өзінің өлеңдерінде көрсетті. Қорытындысы қандай? Комедияларын қорытындылай келе, мен Шәкәрім атамыздың төрт жақсы жағы ол мейірім, ынсап, ақпейілдік және де
өз еңбегіне деген адалдық. Осы төрт жақсы қағиданы ұстанған адам өте шын адам және адалдық әлемдегі шыншыл адам болады дейді де. Шыншыл адам болады. Қараңыз да, Шәкәрімнің өзі айтып жатыр ғой. Алдау күш айуандықтың ең жаманы. Боқты жуғамен ел түзелмес. Ар түзейтін бірлім табылмаса, зұлымдықты жалғанда ешкім жеңбес дейді. Қараңыз да. Ақыл бар да, адам баласының бәрінде ақыл бар. Бірақ зұлымдық іске қалай барады? Ол барғандығын өзі білмей қалады, қараңыздар да. Сондықтан ақыл мекен еткен ортада зұлымдықтың негізі өріс алатындай дүние келетін болса, ақыл оның не басатындығы шындық, қараңыздар. Сондықтан ар ілімінің негізі кім үшін керек? Қоғам үшін керек. Ар ілімі негізі орнықса, онда адамзат баласының бәрі адалдыққа қарай талпынатындығы шындық. Бұл негізгі Шәкәрімнің негізгі идеялары. Отыра болса өте жақсы. Ал енді қаланың болашақ ғалымдар келсін. Қысқа нұсқа. Қандай ой айтар екен? Егер де мен болашақта қаламды адалдық әлеміне әкелетін болсам, мен біріншіден жақсы оқу оқып, мемлекеттік жұмысқа тұрып жатсам, қаланы көркейтуге өзімнің үлесімді барынша қосатын едім. Мен жақсы оқып, жақсы жұмысқа тұратын болсам, қала және балаларға аңғар және футбол ойынын жасап. Керемет, де? Жақсы. Мен мектепті жақсы бітіріп, өскенде жақсы оқуға түсіп және отбасымды құрмайтын боламын. Ел үшін, қала үшін. Мен қаланы көркейтіп және көрікті ғимараттар салар едім. Ал қалада бастық болғанда мен ата-аналарға қамқор болатын едім. көріңіздер ата-аналар, тағы Және сыйлайтын едім оларға. Және де бұл қаланы көркейтуге барлық үлесімізді қосып, ең мықты қалалардың ішіне қатарына кіргізу. қалай көкке түн шығатындай болсын ба? Болсын ба? Аллеялар жасайсыз ба? Әр үйдің қасына не жасайсыз? Балалар Саябақ жасаймыз. жағдайларын жақсарамыз. Бассейндер жасаймыз дейді. Керемет, әр үйдің қасында бассейн болса, балалардың кезекке отыруының қажеттігі жоқ па? Өте жақсы отыра алыңдар. Сіздің ойыңыз өзіңіздің оқығандарыңыз бойынша, келіңіз жылап. Оқығандарыңыз бойынша. Біз қазір көптеген кітаптарды оқу үстіндеміз. Бірақ та біз мына жерде үш қана шығарманы айтып кетсек. Көксерек әңгімесінде көксеректің бірінде жатқан бауырларын ұмытпай, олар үшін соңына дейін оларды өлтірген адамдарды қуып өзінің адалдығын танытқан. Ал менің атым Қожа атты шығармасына келсек, ол Қожа қаншама тентек болса да өзіне өзі сөз беріп, айнасына қарап бірінші амандасып, өзінің халін сұрап, әр күн сайын мысалы мен өтірікші болмаймын, мен біреудің араларына от салмаймын деп өзіне сөз береді. Сөйтіп ол күннен күнге өзін жөндейді. Қараңыздар да, табиғат пен адамның арасында байланыс қандай? Жаңа айтып отырсыз ғой, қасқырлардың өзі мысалы өзінің күшіктерін қорғайды деп. Түс тағысы қасқырлар адамдар жақындаған кезде қауіпті сезіп, өзінің бөлтіріктерін төрге қарай ығыстырып, оларды қорғамақ болды. Адамдардың әрекеті дұрыс па сонда? Жоқ, қатыгез. Бірақ не? Қайтсе де өзі малын құртып отырған қасқырды жоям деп не? Осындай әрекеттерге барып жатыр. Табиғат пен адамдар арасында байланыс негізі кішкене басқаша болу керек. Жақсы, өте жақсы. Енді мына бейнет көрініске қараңдаршы.
Иә. Мен бұл видеороликті көргеннен кейін мынандай ойға қалдым. Адам өзінің адал еңбегі үшін өзінің ақысын алу керек. Бірақ бала адалдықты жанына серік еткен екен. Ол біреудің жоғалып қалған әмиянын өз есіне апарып берді. Ал есі болса менсінбеушілікке, тәкаппарлыққа салынды. Мен бұл ойымды Абай атамыздың мына өлеңімен жеткізер едім. Адам бір боқ көтерген боқтың қамы, боларсың боқтан сасық өтсең дағы, менімен сен тең бе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы. Тағы қандай ойыңыз бар? Бала ол әмияндағы ақшаны алмай, оны апарып беруімен өзінің адалдығын және тәрбиелігін көрсетті. Ол баланың орнында ар-ұжданы жоқ бала болса, ол әмияндағы ақшаның бәрін өзіне қалтасына басып қалады. Тәуелді ақшаға солай емес пе? Тиынға тәуелді болып отыр ғой. Тағы қандай ойыңыз? Ол бала жағдайы жетпесе де әлгі әмиянды алып алса болатын еді. Бірақ та ол әмиянды иесіне апарып берді. Бала әлгі бай кісі берген ақшаны алмады. Алмай өзінің жолымен кете берді. Бала манағы әмиянды өзінің иесіне апарып беру арқылы өзінің адалдығын дәлелдеп, ол бір жағынан, сондай-ақ ол манағы өзінің манағы менсінбеушілігін түсінбей жүрген кісіні жөнге салып деп ойлаймын. Қандай адам деп айтады ондай адам? Тәкаппар кісінің сабақ болды. Дұрыс айтасыз. Өмірде кездесе ма? Айта ғой. Көп адамның ар-ұяты жоқ. Тұспаған енді өзінің пайдасын жарып түссе еді. Сап кетіп қалып мүмкін де қалтаға? Ағай оны менсінбесе де ол қайтарып беруге талпынды. Ал. Іс тәжірибеден өзіңіз көрсете аласыз ба қазір? Мен қазір қолымда оқушының несі бар, аты жөні бар, ата-ана келіңіз да мұнда. Мама, не болды? Амансың балам, қалайсың? Күнің қалай өтті? Жақсы, мама, өзіңіз қалай? Балам, кеше саған аяқ киім алуға 20 мың теңге берген едім. Оны қайтарымыз жоқ қой. Кеше мама достармен қыдырып бәрі бітіп қалды, жоқ. Ол ақшаға қазір әкең де аяқ киім алған жоқ. Сен оның барлығын қазірден сауатын болсаң, ертеңгі күнің қалай болмақ? Мама, қойыңызшы, сондағысы 20 мың теңге ғой. 20 мыңның қалғаны бұл көп ақша ғой. Мүмкін бір айға саған күнделікті ақшаңа жететін еді қалтаңда жүруге. Мама, сабаққа алуға. қайталамайды. Жарайды, келесіде бұлай қайталамайық та. Бұл ақшаға бір ай өзіңе самса пирожки алуға жетуге болады. Ақшаны дұрыс жарата білсек, ертеңгі күнімізде шетелге шығып кетуіміз де мүмкін да. Достарыңыз бар, жастарына өзіңіздің ақ тілегіңізді білдіре қойыңыздар. Жылдам тез. Кімге ұсынасыз адал жүрегіңізді? Сөзімді оқи ғой. Әне. Осыны шығарып кеттің. Кім жазып болды? Кім үшін жазылды? Сіздің жомарттығыңызға тамсанып, осы жүректі сізге. Ой, керемет, жаным жүрегім. Құрметті Абайхан ағай, мен өзімнің адал жүрегімді сізге беремін. Себебі сіз өте адал тәрбиелі адам. Жүрегіне сап қараңыз. Тағы кімде? Мен өзімнің адал жүрегімді адал қылсым айдынға беремін, достығымыз мәңгі болсын. Керемет. Тағы. Құрметті ата-анам, мен сіздерге мені осы дүниеге әкелгендеріңіз үшін осы жүректі беремін. Тағы кімде? Жылдам қалып қойсыңдар қазір, жасан? Мен бұл адал тілегімді өзімнің ата-анама ұсынғым келеді. Өйткені олар мені осы жарық дүниеге әкеліп, мені жақсы балалық тәрбиелеп өсірген үшін. Тағы кімде? Тағы? Мен өзім жетекшімін Абайхан ағайға ұсынамын. Сізге жұмыс өзі Жақсы. Мен сізге бұл жүректі сізге ұсынамын. Себебі сіз өте керемет. Керемет адам сіз деген сөзді қаттырақ айттым. Кәне? Расул. Адал жүректі бізге жақсы сабақ берген үшін Нұрбол ағайға беремін. Ал. Тағы кімде? Жүрек кімде? Ой, керемет. Тағы да қосайыншы жүрегімнің қасына. Тағы? Гүлфариза апай, мына жер қыз, мен сізге
Өзі жақсы керек. Тағы кімде? Не? Жақсы. Мұса ұялып отыр әлде? Апа ертай. Орыс тілінде оқыған видео болғанда жазып жатыр, әл жазып жатыр. Жақсы тоқтайық, солай келерсің. Мадина апайға кім жазып жатыр? Ертай айта ғой. Енді бәріміз өзіміздің жұбымызбен төрге қарай шығамыз. Манағы жұбымызбен төрге қарай шығамыз. Тез. Жұбымызбен шығамыз, жұбымызбен тез шығамыз. Жұбымызбен шығамыз, адай тез. Сол сырдың негізінде білімнің құшағына енеміз. Біз үлкен ерекше тұлғалы азамат боламыз деген сіздің асыл армандарыңызды, үмітке толы, құшақ толы армандарыңызды жалғасын табады деп есептеймін, биіктен орын алады деп есептеймін сендерді. Сондықтан мынау адалдық әлемінің құнды, тәтті қағазы. Осыған ие болыңыздар, келіңіз. Адалдық жолына қарай қадам басамыз. Boyunдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, баршады мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ.